ал жаңа жылда ең алғашқы пикник. Общем, столды туған күнге сыйлады достар, рахмет көп. Мынаны өзім алдым мен. Қардың астында прям балғын еттің фирменный стейктарын сразу бәрі жарнаманы жасап жүрген чикаделин шашликтері. Мынау Серік деген бауырымыз бар, сол сыйлаған, сен стейктің темасын білесің ғой деп. В общем, дайынбыз ба ағайын? Дайын болсақ кеттік. Бірақ видеоның соңына дейін көрсең, тағы бір қызықты не көрсем, ауыл не десеңіздер, Африканы сағынбасын. Мынау күшті екен жігіттер. Мынандай бір екі баллончик алып алсаң, вообще шикарный дүние шығады екен ғой. Чикадели маринадтарын алып, африканский пышақпен әдемі стейк. Тауға шыққанға арналған. В общем, осындай. Одним словом, таудың астында өте керемет екен. Адам жоқ, рахат, кеп пикнигін жасайсың и демаласың. Енді басқа жерлер адам көп болған сайын шынымен де травма опасно болады. Жалпы қауіпсіздікті сақтаңыздар, жақсылап демалыңыздар.